Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 2005 жылы түсірілген «Ключ от всех дверей» атты киноның қысқаша мазмұнын айтатын боламын. Кино қарттар үйіндегі 25 жасар күтуші болып жұмыс істейтін Кейлор Эллистің өзі күтім жасайтын адамның қайтыс болуымен басталады. Кейлор осы оқиғадан кейін өз өмірін өзгертпекші болып қарттар үйіндегі жұмысынан шығып кетеді. Ол Луизиана штатының Терrebonne округінде орналасқан ескі зәулім сарайдағы кісінің күтушісі болып жұмысқа тұруға келеді. Бірақ ол үйге келісімен оны ешкім қарсы алмайды, және ол үй иелерін іздеп бөлмелерді аралап келе жатқанда, осы үйдің қожайындарының адвокаты болып жұмыс істейтін Дейвермен жолығып қалады. Телефон арқылы сөйлесіп, Кейлорды осы үйге шақырған осы Дейвер екен. Ол осы үйде күтім жасайтын адам қартайып инсульт алған осы үйдің иесі Бенджаминмен таныстырады, және оның түр әлпеті суықтау келген Байлет есімді әйелмен таныстырады. Бұрынғы күтушісі өз еркімен жұмыстан кеткенін естіген Кейлор іші бір жамандықты сезгендей болып бұл жерден кетпекші болады. Бірақ адвокат Дейвер қыздың көңілін тауып осы жерде қалуға көндіреді. Жаңа Орлеанға келіп киім-кешегін жинап, құрбысы Джинмен қоштасқаннан кейін Кейлор жолға аттанады. Жол жөнекей ол көлігіне бензин құю мақсатында тоқтап дүкенге кіреді. Кейлор кіре беріс табалдырықта қызыл бояу төгіліп жатқан бір түрлі болып көрінеді, және дүкеннің іші толған әр түрлі ілініп тұрған жан жануарлардың қаңқасы мен сүйектеріне толы екен. Кешкісін өз бөлмесіне заттарын орналастырып болған Кейлор сарайдың ішін аралап зерттеуге кірісе бастайды, және оған осы үйдегі барлық айналардың шешіліп алынып тастағаны қызық болып көрінеді. Байлет ханым Кейлорға үй ішінде айна ілуге болмайтындығын және күйеуіне қайтып күтім жасау керектігін айтып түсіндіріп, оған барлық осы үйдегі 30 бөлменің есігін ашатын әмбебап кілтті береді. Біраз уақыт өткеннен кейін Кейлор үйдің шатырындағы бір бөлменің есігі ашылмайтындығын байқайды. Осы бөлмеде тылсым бір заттың барлығын іште сезіп, осы сарайдың қожайындары бұдан бір зат жасырып жүр деген ойға келеді. Түнде қатты жаңбыр жауады, және Кейлор Беннің бөлмесінің терезесінің қатты жабылғанын дыбысын естіп жүгіріп барады. Барса, шал жоқ. Жүгіріп барып терезеден қараса, ол еңбектеп үйдің шатырымен кетіп бара жатыр екен. Бір кезде ол құлап кетеді. Кейлор қарияның қол арбасын алып шығуға ұмтылғанда, ол төсек тысына жазылған «Маған көмектес» деген жазуды көреді. Күмәнданған ол төсектің тысын алып, бөлмедегі шкафтың ішіне жасырып қояды да, далаға қарай қол арбаны алып жүгіре жөнеледі. Кейлор жедел жәрдем шақырмақшы болғанда, Байлет күйеуінің жағдайы жақсы екендігін айтып, қызға ұрсып тастайды. Келесі күні Кейлор адвокатқа кешегі болған жағдайды айтып, өзі жасырып қойған көрпе тісін көрсетеді. Бірақ ол тап-таза болып шығады. Аң-таң болып қалған Кейлор осы оқиғаны соңына дейін шикілігін шешпек болып, жабық тұрған бөлменің құлпын сындырып ішіне кіреді. Ол бөлменің ішінде әртүрлі дуалауға арналған заттарды кездестіреді, және құрбандық шалғанда оқылатын дуа жазылған таспаны көріп, оңашада тыңдап көрейін деп өзімен бірге алып кетіп қалады. Кейлор осы дуаның барлығы худу деп аталатын біледі, және ол туралы құрбысымен бөліседі. Құрбысы, егер сен осы худуға сенсең, ол орындалады, егер сенбесең, ол дуа саған әсер етпейді. Сол себепті уайымдама деп көңілін аулайды. Келесі күні ол жоғарыда айтылған үйдің заңдарын бұзып, өз бөлмесіне айналып қояды. Оны көрген Байлет ханым ашуланып, оған ұрсады. Бірақ соңында ашуы басылып, оған осы үй жайлы барлық шындықты айтады. Осыдан 90 жыл бұрын осы сарайдың иесі осы округке әйгілі банкир болыпты, және оның екі Джастифай мен Сесиль атты худу магиясымен айналысатын малайлары болады. Бір күні үлкен банкет болады. Сол банкеттің ортасында банкир өз балаларының жоғалып кеткенін біліп іздейді. Іздеу нәтижесінде балалары жоғарыдағы бөлмеде екі малайы сиқырымен арбап жатқан жерінен үстіне түседі. Ашуға булыққан банкир екі малайын ағашқа асып өртеп жібереді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін банкир мен әйелі де белгісіз себептермен қайтыс болады. Ал осы үй 60 жылдары өзімізге сол банкирдің балаларынан сатып алдық дейді. Содан бері бұл үйге айна ілгізбедім, себебі айнадан өртенген малайларды көру мүмкін дейді. Не де болса шыдаймын деп Кейлор осы үйдегі жұмысты жалғастыра береді. Байлет ханымның айтқанын тексеріп көру үшін бір күні Бенджаминге айнаны жақындатып, өз сырын өзі көрсетеді. Сол сәтте Бен жанталасып қылғына қалады. Бұл
Кэролайнның худу сиқырына деген сенімін арттыруға одан әрі ықпал етеді. Келесі күні Кэролайн қалаға әртүрлі дуамен айналысатын Бен атты құрбысының дүкеніне келіп, Бенджаминнің жағдайын айтып түсіндіреді, ал құрбысы дуадан қорғайтын тұмарды береді. Үйге келіп, Бенджаминге сол тұмарды беріп дұға оқиды, ал Бенджамин болса өзіне келіп көмектес деп сұрай береді. Осы сәтте Байлет ханым келіп бәрін бұзып жібереді. Түні бойы Кейлер ұйықтай алмай шығады. Жұмыстан шықпақшы болып заттарын жинап жатқанда ұят сезімі жібермей қалу дұрыс болар деп жұмыста қалады. Келесі күні адвокат Дейвке осы үйдегі худу дуасы жайлы айтады. Адвокат оны өзінен бұрын күтуші болып істеген қызға алып барады. Кездесу барысында қыз Кейлерға ол үй қарызға ұшыраған, есің барда еліңді тауып кетіп қал деп кеңес айтады. Қайтар жолда олар осы округке әйгілі сиқыршы әйелдің үйіне соғады. Ол әйел худу сиқыры рас екен және Джестифай мен Сесиль екеуі ол сиқырды жақсы меңгергенін айтады. Бұл сиқырдан қорғану үшін табалдырыққа қызыл бояу шашу керек дейді. Себебі ол сиқырға қатысы бар адам сенің қасыңа жолай алмайды дейді. Кейлер үйге келіп бөлмесінің табалдырығына қызыл бояу төгеді. Біраз уақыт өткеннен кейін Байлет ханым бөлме табалдырығынан кіре алмай тұрғандығын көріп, ол өз күйеуін дұғалаған деген ойға келеді. Кешкі ас кезінде Байлет ханымның тамағына есірткі қосып береді. Есірткі әсер еткенде Бенджаминді машинаға отырғызып үй аумағынан қашып шықпақшы болады. Бірақ осы сәтте Байлет ханым есін жинап дұға оқып үлгереді. Сол себептен Кейлер үй аумағынан шыға алмай қалады. Ол Бенджаминді үйшікке жасырып, өзі көмек сұрау үшін адвокат Дейвтің үйіне кетеді. Үйге келісімен бәрін түсіндіріп айтып жатқанда адвокатқа біреу телефон шалады. Ол басқа бөлмеге сөйлесуге кеткенде Кейлер үстел суырмасынан сиқырға қажет құралдар мен өзінің суретін байқайды. Осы сәтте Дейв қызы қылқындырып, есінен талғызып Байлет ханымға алып келеді. Бенджаминді қайда жасырғанын біліп, Байлет сонда кетеді. Осы сәтті пайдаланған Кейлер жоғарғы қабатқа қаша жөнеледі. Телефон арқылы құрбысын көмектесуін сұрап қоңырау шалады, бірақ соңына дейін айтып үлгере алмай қалады. Себебі адвокат телефон сымын кесіп тастайды. Кейлер өзін қорғау мақсатында қызыл бояуды табалдырыққа шашып, адвокаттың кіруіне кедергі жасайды. Осы сәтте Байлет ханым арт жағынан келіп, қызыл бояуды төгіп тастайды. Екеуі ара айқаста Кейлер кемпірді төменге лақтырып жібереді де сиқыр жасалатын бөлмеге келіп, магиялық сызық сызып, өзін қорғамақшы болады. Осы сәтте Байлет ханым кіріп келіп, өзінің күткені де осы екенін айтып, Кейлерға айнаны қаратады. Ал адвокат болса дұға жазылған таспаны қояды. Сол кезде Байлет пен Кейлер естерінен танып құлап қалады. Есін жинаса Кейлер Байлеттің денесінде кәрі кемпір ретінде оянады. Осы сәтте ғана түсінеді ол өзі құрбан болғаны жайлы. Кейлер денесіндегі Байлет ханым өзінің шын мәнінде Сесиль екенін, ал адвокат Джефф ол Джастифай екенін айтып, қарқылдап күледі. Кино соңында екі қария жедел жәрдем көлігінде бір-біріне мұңлы көздермен қарап кетіп бара жатқан жерінен аяқталады.